Бірнеше күннен соң Қаратай Сәргелден мәні жұмбақ, мазмұны күңгірт, бірақ мейлінше ұзақ хат алды. Ол ешқашан бұл секілді ұзақ жазылған хатты біреуден алып та, біреуге жіберіп те көрген емес, ашуын ашса да, жалпы кіріспеден әрі оқуға уақыты болмай, қалтасында 2-3 күндей жүріп қалды. Ол бір оқығанда хаттың негізгі айтпақ ойы не екенін толық түсіне алмай, әйтсе де, жүрегі бір жамандықты сөзіп, қайта оқыды. Сәргел өз үйінде таяуда болған оқиғаны жазыпты. Оны жазбасына болмағандықтан, мұндай келеңсіз хабарды әкенің білуі парыз екенін, өзінің сол парызды аттап өте алмағандығын, бұл сырды ешкімге, тіпті қыздың анасына да айтпауын өтініп жазыпты. Мен әрқашан өз әулетіміздің тазалығы қоғам алдында да, адам алдында да қызарар тірлік жасамауын, алып қашты сөздерден аулақ болғанын көбірек ойлаймын депті ол хаттың соңғы жағында. Қаратай балапанның ізіндей айқыш-ұйқыш, ірі-ірі жазуларға үңіліп отырып, әрең оқып шыққан. Ертеңгі шайдың көзі болатын, ауданның ең алыс, шекаралық совхозында малдың жайы жаман деген хабарды кеше естіп, мал шаруашылығы бөлімінің бастығының міндетін атқарушы Тұрғатты қасына алып, ертемен солай жүріп кетпек еді. Бұл бөлменің меңгерушісі пенсияға кетіп, Қаратай күзден бері осы жұмысты қолынан іс келсе, көрейін деген оймен Тұрғатқа уақытша тапсырған. Әйелі столға ертеңгі асты әкеп қойғанша қарай тұрмақ оймен хатты аша салып еді. Сол бой отырып қалды. Ол бір кесе ыстық шай мен 2-3 жарпа етті аузына сала салып, орнынан тұрды. Денсаулығыңды бұзасың ғой, тамақ ішіп алсаңшы деді әйелі. Оның бұл сөзден соң қайыра отыра салмасын білсе де, жаны ашу танытып. Машина кеп қалды. Әне күтіп тұр. Әлгі нәрсе не, хат па? Сонша үңілдің ғой. Жай. Сенің үстіңнен түскен арыз. Кім жазыпты? Ол да әзілге орай сұрақ қойды. Студент кездегі қыздарым. Олар қартаймапты, әлі сол күйінше екен. Олар не дейді? Не деуші еді, әлі үміт үзбепті. Бар. Міне кетіп бара жатырмын. Сол жақтың магазиндерінде фломастер болса, ала келші, балалардың миымды жегеніне 3 күн болды. Совхоздарда болып қалады. Қаратай әңгіменің тұрмыс қажетімен біткеніне күліп алды да, үйден шығып кетті. Батыстан соққан желкем кештен бері жауып тұрған қиыршық қарды жерге бір қалыпты қиғаш қондырып, онысына көңілі толмағандай кей-кейде екіленіп, еркінсіп алады да, қайта қалпына түседі. Асфальт біткен соң ары қарай жол бар ма екен деді, Қаратай аудан орталығынан шыққан соң. Жол жоқ деп естігем. Совхоз орталығына жеткен соң басқа машинаға мінеміз. Түнде директормен сөйлестім, бәлкім, трактормен жол ашып қойған шығар. Тұрғат іскерлігін көрсетіп алғысы келіп, жағдайды нақты баяндауға тырысты. 4 шопаннан әзірге 145 қой шығынға ұшырады. Кейбір бөлімшелерде ірі қарадан өлгендер бар. Ең көп шығынға ұшырағаны қайсы? Бүргендідегі шопан. Есіңізде шығар, былтыр сізге бір шаруамен келіп жүрген, жасы 50-лерге тақап қалған, 7 баласы бар денелі кісі. Есімде деді Қаратай келген. Жалтыр бас. Онысын қайдам, кеңсеге келгенде жаутымағын шешкен жоқ. Қаратай мырс етіп күлген соң машина ішіндегі шофер мен Тұрғат та кеңкілдей күлді. Ондай мінезі бар деді Тұрғат. Шопандардың әрқайсысын жақсы білетінін танытып, райкомға келгенде бас киімді алуды да білмейді ау, жарықтықтар. 2 сағаттан соң олар совхоз орталығына жетті. Совхоздың шекарасы болып саналатын төбе басында оларды директор мен тағы 3-4 жергілікті басшылар күтіп тұр екен. Қаратай оларды көрген соң машинадан түсіп, әрімен кезек-кезек қол алысып амандасып шықты. Анда мал қырылып жатыр, бәрің үйде отырсыңдар ғой деді. Қаратай директорға қарап, салқын қабақпен. Сіз келет деген соң ол әлдене дел ақтала бастап еді. Қаратай оның сөзін бөліп жіберді. Сонда мен осы жаққа сендерді түгендегелі келет деп пе едіңдер? Қаратай Исаевич, орнымыздан табылайық дегеніміз ғой. Сендердің орындарың анда мал қырылып жатқан жерде деді ол белгісіз қыстау жаққа қолын сермеп, маған өзің қалсаң да жетесің. Ол жаққа жол бар ма? Бар, түнде 2 грейдер кеткен. Түнде мен келет деген соң? Ал мен келмесем ше? Құс боп қатынайтын ба едіңдер? Қаратай Исаевич, қарап жатқан жоқпыз. Техниканың бәрі қар тоқтатуда жүр. 2 грейдерді сол жақтан алдырдық. Қаратай директорға, сонан соң әліптің артын бағып, үрпейіп үнсіз тұрған қалғандарға жағалай қарап шықты. Мал қора бітті, тауық қораға ағашты қайдан аламыз? Мал қорадан. Валаде кешегі журналды көрсетші.
Қазақшаны қалада өскен қазақтардан 10 есе жақсы білетін орыс жігіті тонының ішкі қалтасынан бір сатиралық журналды алып, прораб пен директордың сөйлесіп тұрған сәті бейнеленген карикатураны оның қолына бере қойды. «Міне, көріңдер», деді Қаратай журналды директорға ұсынып, «сендердің де тірліктерің осы. Егіске дайындалып жатқан техниканы алып жол тазалауға жұмсағансыңдар. Оған басқа грейдер бөлу керек, арнайы, ал көрмегендерін кейін көрерсіңдер. Кеттік». Үйіріліп тұрған адамдар бір-біріне жалтақ-жалтақ қарасты. Ақырында бәрінің жанары анталап кеп директорға тоқтағанда ол қаймығып барып: «Қаратай Исаевич, ас су ішіп алып аттансақ. Біздің рабочкамымыздың әйелі кеше ұл тауып. Соны біздің үйде сізбен бірге аздап атап өтсек деген ойымыз бар еді», деді. Үзіп жарып. Секретар оған бұрылып қарады. «Ұл тапқан рабочкамның әйелі. Оны неге сіздің үйде атаймыз?» «Солай келісілген еді». «Қаратай Исаевич». Қаратайдың күлкісі келді, бірақ өзін өзі ұстап қалды. Әйтсе де, әйелі ұл тапты деген сөзді елеусіз қалдырғысы келмей, аласа бойлы, қызыл шырайлы, көзі күлімдеген кісіге қарап, «Дәм ауыз тиеміз. Құтты болсын», деді. «Ал қол тимесе, ол сыбағамды ала кетермін», деп зитіп қала жаздады да, дер көзінде тоқтай қалды. Алғаш секретар болған кезде шаруашылықта аралап жүріп, бір тойдың үстінен түсіп қалғаны барды. Онда да асығыс болатын. Аудан басшысы мәміре жай жүре ала ма? Үй иесі мен директордың көңілін көтеру үшін әлгіндей сөзді айта салып еді. Аттанар шақта совхоз кеңсесінен шығып, машинаға отырғанда бір-ақ көрді. Машина емес, магазин боп кетіпті. Төбе шашы ду ете қалды. «Бұл не?» деді ол қасында тұрған директорға қарап. «2-9 ғой», деді ол ыржиып. «Ол не қылған 9? Тойдың сыйлы қонағы сіз. 9 киімнен 18 киім». Директор үлкен азаматтық жасап тастағандай өзіне күлімсірей қарап тұр. Қаратай ләм деместен ішке қайта кіріп кетті. Шоферін шақырып алып, киім-кешектің бәрін директордың кабинетіндегі стол үстіне үйгізіп қойды. Директор шалдау кісі еді, қоштасарда: «Мынаның бәрін алып кетіп, тиісті жеріне берсем, халыңыздың қандай боларын білесіз бе?» деді. Директордың көзі атыздай боп кетті. «Солай», деді секретар, оның көзі ұясынан шығып кетер ме екен деп бақылап тұрғандай оған ұзақ қарап. «Екіншілей бұлай жасамаңыз. Бала шағаңыз бар, қарт адамсыз, сонан соң кештім». Сыйдың арты сотқа тіреле жаздағанын енді сөзген директор кекеш боп қала жаздап барып әрең тілге келді де: «Сау болыңыз» деген қысқа сөзді қырықпеліп әзер айтты. Қаратай да сыбаға деген сөзді енді қайтып аузына алмайтын болған. Ол директорды қасына отырғызып алып, Шопан қыстауына қарай бет түзеді. Қаратайдың райын байқаған соң, директор қалғандарды қайтарып жіберген. Грейдердің түнде өткен жолын тобықтан қар басып, машина жүрісін өндіре алмай келеді. Аудан орталығына қарағанда бұл жақтың желі өктемдеу, ызғарлы екен. Қарсы беттен сабалап тұрған қарды машинаның терезе тазалағышы жанын салып жан-жаққа лақтырып жатса да үлгіре алмай, жол бірде жалт етіп анық көрініп, келесі сәтте-ақ қайта бұлыңғыр тартады. Машина дөңгелегі ауық-ауық шұңқырға түсіп кетіп, іште отырғандардың қолқалары үзіле жаздайды. Грейдершілер жолдың ескі сүрлеуінен шығып кетіпті, деді Володя тап-таза қазақ тілінде. Қаратаймен қазақша сөйлесіп, ауық-ауық шофермен орысша тілдесіп келе жатқан директор селт ете түсті де, орыс жігітіне қарап тұрып, өзінен өзі қызарып кетті. Оның ыңғайсызданғанымен шаруасы жоқ. Володя жолдан көз алмай өзімен өзі боп келе жатыр. Олар жарым жолға келгенде бетін бері бұрып, маңқиып тұрып қалған екі грейдердің біріне кездесті. Іште ешкім жоқ шығар деп оны айналып өте бермек болғанда, кабинадан әлдекімнің қараңдағанын көріп, бұлар машинаны жалма-жан тоқтатты да, үшеуі бірдей аударыла түсті. Бұлар жақындағанда грейдерші де кабина есігін ашып келідей бұйра басын қылтитты. Суық сорған жүзі көгеріп, жылқы еріндері амандасуға әзер икемге келді. «Оу, батыр, мұнда неғып тұрсың?» деді. Қаратай директордан бұрын әуелі өзі тілдескісі келіп. «Неге болушы еді? Сынып қалдым», деді жігіт дүңбетіп. «Жолдасың неге көмектеспеді?» «Көмектескенде бітетін нәрсе емес. Жолыңнан қалмай жүре бер», дедім. Қазір ол бүргендіге де жетіп қалған шығар. Жігіттің қалжыраған, ұйқы жеп, аяз сорған бетінен күлкі нышаны байқалды. Манадан бері оның аудан басшысымен тым өктем сөйлескенінен зәресі ұшып тұрған совхоз директоры. «Жаның бар ма, жоғарыдан шіренбей түссеңші жерге» деп зекіді. Қаратайдың желке тұсында тұрған ол үнмен сес көрсетіп.
Жігіттің ол сестен сескенетін түрі жоқ. Қасынан өтіп бара жатқан қозыға, немесе басқа бір үйреншікті үй жануарына қараған самарқау төбеттей оған бір қарады да қоя салды. Аяғымен жер басып үйренбеген адам едім, аянып отырғаным, деді ол директордың одан бетер иманын ұшырып. Қаратай Исаевич, көңіліңізге алмаңыз, деп ол құрақ ұшты. Әй, сен ішіп алғаннан саумысың, қалай сөйлейсің өзің? Мен сізге айтарымды кеше айтқам, деді жігіт кесек астында өскен қауындай жалпиған мұрнын шуылдата бір тартып. Сынып тұр, айдалада тұрып қалам дедім. Өлсең өлігің сонда қалсын дедіңіз. Міне, қалып тұрмын. Аудан басшысының алдында мына оңбағаның бәрін айтып тастағаны директордың ызасын қайнатты. Оңаша болса жерден алып, жерге салар еді, тек Қаратай болған. Соң іші қазандай қайнап, жарыла жаздап әрең тұр. Бәлем, көрермін ертең, деді ол іштей. Сынар машинаң сынды, айдалада қалғанша жолдасыңмен бірге кетпедің бе, деді. Мына жігіттің бойынан тазалық пен адалдық байқаған Қаратай оны өзіне жақын тарта сөйлесіп. Ол менің алдымда болатын. Тоқтап қалсам қарама, кешігесің, сен келгенше күте тұрармын дегем. Грейдердің бұзылып жүргенін ол да білетін. Жеті ағайынды, дегендей моторда сөніп қалды. Таңға жуық сөнген. Совхоз директоры аудан басшысының бір трактористке соншалықты жабысып сыр тарта бергенін іштей ұнатпай қалды. Мұның бәрін ол өзі жайлы жұмысшылар арасында жақсы пікір тастап кету үшін жасап тұрғандай көрінді. Әңгіме осымен біткен шығар, енді жүрерміз деп тұрғанда Қаратай қайта сөз бастады. Өзің бір ер келбетті жігіт екенсің. Аяғыңа нешінші размер киесің? Бұл күтпеген сұрақтан жерде тұрған директор мен Тұрғатта, аспанда отырған грейдерші жігіттің өзі де аңтарылып қалды. Сөйтсе де сұрақ қойылған соң, жауап бермеске болмасын түсініп. Тигенін киеміз, деді жымиып. Аяғы үлкен тигенін киеді, аяғы кіші сүйгенін киеді. Біздікі сол, тигені ғой. 43-ші размер. Қаратайдың іші әлдене сөзгендей оған тағы біраз барлай қарап тұрды да. Көрсетші аяғыңды, деді. Ол ыңғайсызданып, сәл мүдірді де. Міне, деді оң аяғын жоғары көтеріп. Бергі аяғыңды неге көрсете салмадың? Кісіге сол аяқты көрсеткен шариғатқа қайшы. Шариғатқа қайшы дейсің, Түсінікті, Володя, деді ол кабинада отырған жігітке айғайлап. Мұнда кел, ол жетіп келді. Қанша килограмм көтере аласың? Штангадан 120. Арқама салса 200-ге дейін көтере алам, деді ол күліп. Ендеше, ана жігітті арқаңа сал да машинаға отырғыз. Салмағы көп болса 100, не 110 шығар. Қаратайдың мына сөзі ойыны ма, шыны ма, ол жағына түсіне алмай Володя әуелі қасындағыларға, сонан соң ыржиып аспанда отырған жігітке қарады. Байқа, құлатып алма, деді еңгезердей жігіт Қаратайдан басқаның бәрін таң қалдырып. Қаратай Исаевич, бұл әзіліңізге түсінбедік, деді директор. Әлгі айтқанды орындау керек пе, керек емес пе дегенді бір тұжырымдап алу үшін. Қазір түсінесің, сөйтті де машинаға қарай кетіп қалды. Не боп кетті бұл, деді директор грейдершіге арқасын тосып тұрған Володяны көріп. Өңбе, түспе, мына трактористің қылғаны-ай. Қаратай Исаевич та қызық адам екен ғой өзі, мұнысы несі? Кенет оның ойы кілт үзіліп, өңі қуарып кетті. Володяның арқасына мінген 43-ші размер киетін жігіттің сол аяғы жерге сүйретіліп келе жатқанын көрді. Директор үрей мен таңданыстың арасында дағдарып тұрып қалды. Бірнеше минуттан соң машина орнынан қозғалды, бірақ көпке дейін ешкім жақ ашып үн қата алмады. Ойда жоқта кездескен мына жағдай әсіресе совхоз директорын тұйыққа тіреп, тілін бір жолата байлап кеткен секілді. Манадан бері артқы жақта емін еркін отырып келе жатқан Тұрғат екеуінің өрісі тарылып, қысылысты да қалды. Оның үстіне мына грейдерші жігітте аудан басшысының келуіне орай аяғын үстіп алғанына масаттанғандай бір өзі екі кісінің орнын алып жайылып жатыр. Бұлардың тұяғы қимылдап кетсе міндет, деді ішінен директор күйініп. Аяғы үсіп кетсе де, айдалада жүріп жардан қарғып кетсе де, бір жерде мас боп қатып қалса да жауап бересің, соны біліп алған бәлелер. Өз жаны өзін емес, басқаға керек секілді, тіпті сол жанын прокатқа алған адамдай аямайтындарын қайтесің. Содан біреудің бердемесі кететті ме екен. Ал мені жазалады, орнымнан алып тастады, сонда не түседі? Өзінің азап шегетінін неге ұмытады? Асырап отырған бала шағасы бар емес пе? Және мынадай суықта білдей жігіт аяғын үстеме? Былтырғы қыста екі шопан бірдей адасып кетіп, 3 күннен соң табылды. Біреуі 16 жасар бала.
Сол баланың екі саусағы ғана үсіді ғой, сонда да балалықтан, ал бұл трактордың ішінде отырып аяғынан айырылып отыр. Ұйықтап қалған ғой. Ішіп алып ұйықтаған шығар, ау. Ол көзінің қиығымен грейдершіге қарап еді. Жылы жерге келген соң ба, маужырап, кірпіктері жұмылып бара жатыр екен. Бағана оны машинаға көтеріп салардың алдында, Володя оның сол аяғын қармен біраз ысқылағанды. Бәлкім, сол ем болды ма, әлде табиғатына біткен шыдамдылықтан ба қыңғитып қиналыс білдіріп келе жатқан жоқ. Ал батыр, аты жөнің кім, айта отыр деді. Қаратай біраздан соң артқы жақтағыларға мойнын бұрып. Жігіт көзін ашып, маған айтасың ба? Дегендей бірнеше секунд үнсіз жатты да, еріндерін ғана қимылдатып. Кенжетай Оразов деді, ақырын ғана, әкемнің ең кішісімін, сонан соң атымды Кенжетай қойған. Бірақ 6 баланың ішіндегі ең денелісі мен. Ең денелісі бола тұра аяғыңды үстіп алғаның ұят емес пе деді. Қаратай оған күлімсірей қарап. Сол, денеме сенем деп Құдай ұрып қалды ғой. Киіз байпағымды ауылға барып шығатын болған соң бір жігітке беріп кетіп ем. Үйдегі байпақты жыңғыл шабуға әкем киіп кетіпті. Сонан соң мына етікпен ғана қалуға тура келді. Қызық, адам өз денесінің үсігенін білмей қалады екен ғой. Ол жан жаққа жалт-жалт қарап өзу тартқан болды. Жазылып кетсе жақсы, жазылмаса мүгедек боп қаласың ғой деді Тұрғат сөзге араласып. Деді жігіт немқұрайды қолын сілтеп, 29 жыл 12 мүшем сау, бейғам өмір сүрдім, аз емес, қанағат ету керек. Бұл тіршілікті көргенде бар, көрмегенде бар, көзегін күтіп сарылып жатқандар да бар, көзегі келгенмен жарық сәуле көрмей зу етіп өтіп кеткендер де бар. Мен әке шешемнің 6-шы баласымын дедім ғой, жаңа олардың қалалы жерде емес, далалы жерде өмір сүргеніне де шүкір. Екеуінің 2 дипломы боп, Алматыда жүрген болса, мен деген, қайда бұл дүниеге келмес едім ғой. 6 ағайынды емес, көп болса 3, не 2 ағайынды бала боп жүрер едік. Қалғанымыздың бәрі, алынып тасталар ек. Ол отырғандарға тағы бір сыпыра қарап шықты да, жайбарақат жата берді. Мынадай оқыста оспадарсыз боп көрінген жауаптан бәрі бір-біріне қарасып үнсіз қалды. Кенжетай, аузыңа не келсе соны айта бермей, байқап сөйлесеңші. Қасыңда үлкен кісілер бар деді директор оны әуел бастан жақтырмай келе жатса да бұл жолы қасылай сөйлеп. Айтып келе жатқаным басқаныкі емес, өз айыбым ғой. Егер оны да сөкет көрсеңіздер, қойдым деді ол басын терезе жаққа бұрып. Қаратай мына жігіттің ойының еркіндігін, жалғандық пен жылтыр сөзден мүлде аулақтығын, өзі сыйлаған адам болса жанында аямас мәрттігі барын байқап, оны іштей ұнатып қалды. Одан бір сәт көз алмай қарап отырып, тонының сыртқы қалтасынан қылтиып көрініп тұрған кітапқа көзі түсті. Осындай-ақ қар, көк мұзда кітап оқып жүрген ер екенсің. Қалтаңдағы не кітап? Кенжетай мойнын сәл бері бұрып, қалтасындағы кітапты алды. 2 рет оқыдым. Қол тисе тағы оқимын ба деп салып жүредім. Қиын жазатын жігіт екен. Өзіменен 2 жас үлкен. Ойды қайдан таба береді? Қаратай мұқабасы мыж-мыж боп, кір басқан кітапты қолына алды да ішін көрді. Кітапта автордың суреті бар екен. Өңменіңнен өтердей суықта ойлы көз тура өзіне қадала қарапты. Оның есіне таныс бейне түсе кеткендей болды. Қайдан керді, қай жерде жолықты? 1-2 жылдың төңірегінде жазушы атаулымен жүздескен жоқ еді ғой. Иә, қайдан көрді? Кенет оның жүрегі дір ете түсті. Сол жігіт. Бұл жайлы жаздың күні тауда жүргенде Бағила да айтқан, өздері купеден қуып шығатын жігіт. Ол кітап авторының фамилиясына қарады. Жасын Мәдиев, неткен кездей соқтық деді ішінен Қаратай. Бұл жігітпен ылғида жайсыз жағдайда кездесе беретін болдым ғой. Қаратай кітапты біраз уақыт аударыстырып қарап отырды да, жігіттің өзіне қайырып берді. Уақыт болса, ауданға барғасын тауып алып оқырмын. Жиындарда көп боласыздар ғой. Сонда қонақ үйде оқып шығуыңызға болады деп ақыл қосты. Әке шешесінің қалада тұрмағанына шүкіршілік етіп жатқан жігіт қалтасына кітабын салып жатып. Тұрғат пен директор түнімен суыққа тоңып, аяғын үстіп алды ғой деп оның сөзімен қимылына қарсылық көрсетпей, сырттай қамқор ниет танытқанмен, мына 6-шы баланың тым еркінсіп, Қаратаймен терезесі тең адамдай оңай сөйлесіп келе жатқанын ұнатпай, іштей қызғанып келеді, және өздерін елеусіз тастаған үшін аудан басшысына жасырын реніштері де жоқ емес. Түске жақын олар Бүргендіге де жетті. Өзі салып өткен жолмен басшылардың қалай келгенін көрмек болғандай, шопан тамының жанында бауырын көтерген грейдер бұларға бір қырындап қарап тұр екен. Грейдерші жігіт тамақ ішуге кірсе керек. Машина кеп тоқтағанын естіген соң сыртқа атып шықты.
Оның соңынан Шопанның әйелі мен 8-9 жасар қызы да көрінді. Бұлардың Кенжетайды көтеріп келе жатқанын көріп, әйел мен қыз түкке түсінбей, ербиіп тұрып қалды. Ал үйден шыққан грейдерші жігіт өзінің серігін тани кетіп, оны бас салды. Әуелгіде ойы жаманға жүгірген болуы керек, серігінің тірі екенін, тек тірі ғана емес, Мешел баладай ыржиып келе жатқанын көріп қуанғаннан, бір жағы басшылардан ұялғаннан сыпайылық сақтап, «Өй, аузыңды» деп әр жағын айтпай бір боқтап алды да, оны Володядан аударып, өзі көтеріп алды. Манадан бері демін ішіне тартып, сілейіп тұрған Шопан әйелі сонда барып арқасынан диірмен түскендей бір күрсінді. Жаманқараның тайы өліп қалған екен десем адам екен ғой, деді ол шапшаң сөйлеп. Адам боп шыққанына өкініп тұрсыз ба, қуанып тұрсыз ба, деді. Қаратай оған жақындай бере күлімсіреп. Қайсы болса да аман болсын. Әлгі райкомдарың қайда, келе жатыр ма? Аудан басшысының алдында өрескел бірдеңе айтып білдіріп жүрмесін деп совхоз директоры жалма-жан сөзге араласты. Алдыңда тұрған сол кісінің өзі. Қасындағы кісі де аудан басшысының бірі. Көтек нағыл дейді. Құдай-ау, деді әйел бетін шымшып, әй, Күлзира, бар, көкеңді шақыр. Жылдам. Шешесінің бе әлде өзінен үлкен әпкесінің бе, үстіне шектен тыс кең күпәйке киіп, оларға сүзіле қарап тұрған қыз бұйрық ала салысымен алыстағы қора жаққа қарай жүгіре жөнелді. Қарсы алдынан соққан қарлы желден етегі желбіреп барады. Қолпылдаған керіз етігінің екі өкшесі күпәйкесінің артын барабаншының таяғындай кезек-кезек соққылайды. Аман есенсіздер ме? Ойбай-ау, мынау өзіміздің директор екен ғой, құдай ұрып танымай қалғаным. Айып етпе қарағым, деді ол, жасы өзімен қатарлас болса да, егде адамдай тағы да абдырай сөйлеп, мына бір боранда тоқтамай есімізді шығарып жіберді. Қане, үйге кіріңіздер. Өздеріңнің осы жаққа келетіндеріңді жаңа ғана мына бүлдізер жеткізді. Үй деген шуы жиналмай шашылып жатыр. Қазір балалардың әкесі де кеп қалады. Қаратай мына әйелдің аңқылдаған ақ жарқын мінезімен ашық көңіліне риза болғандай сәл жымиып, үйге кірмей-ақ қойсақ қайтет дегенді білдіріп еді. Ол асаудай тулап шыға келді. Басшы болсаңыздар, басшы шығарсыздар, бірақ астан үлкен ешкімде жоқ, деді ол назымен ашуын томыртқалап. Ұрсатын болсаңыздар төр алдында отырып ақ ұрса беріңіздер, ошақ қасында отырып тыңдай береміз. Айдаладағы жалғыз үйлі қойшыға кім ұрыспайды, тыңдап үйренгенбіз тәйірі. Оның даусында кембіс болған мінезбен жантақ тамырындай тереңнен сыр берген ашулы нышан жатты. Бала шағамыздың алдында да бала шағадан ұрыс естуге арланбайтын болғанбыз. Кіріңіздер. Көп болса өкіметтің 40 қойы қырылды деп ашулы келген шығарсыздар. Одан өкімет кедей боп қалмайды. Малды табатын адам. Қой баққанымызға 17 жыл бопты. Мұндай қырсыққа душар боп көрген жоқ едік. Содан бері 40 емес, 40 мыңдық еңбегіміз бар. Арқадан қаққан ешкім жоқ, бәрі дөкей, бәрі көсем, аузын ашса алғыс емес ұрыс шығады. Ел жұрттан безіп осы адырда бұл байғұстар неге жүр деп ешқайсысы ойламайды. Шейіттей бала шағаның қысы жазы көргені осы, 40 қой қырылды деп. Алдыңғы жылы арыстандай. Боп. Теңге болды. Суырылып барасың ғой. Бұл сөзіңді басқа уақытта айтарсың, деді. Ақтарылып келе жатқан әйелді совхоз директоры кілт тоқтатып, Қаратай Исаевич, үйге кіріп шықсақ қайтеді. 1-2 кесе шай ішіп, бой жылытып алғанда жаман болмас. Теңгенің талай сырдан хабар беріп өткен мына сөзінен кейін сәл ғана сәтке ойға шомған Қаратай совхоз директорына қарап, үнсіз бас изей салды және өзінен әлгінде үйге кірмей-ақ қойсақ қайтеді деген ұсынысының мүлдем қате болғанын енді ғана түсінді. Олар кірпіштен салынған 2 бөлмелі қоржын тамның қонақ бөлме деп аталатын жағына кіріп келгенде, пеш жанында состиып тұрған біреуі 7, екіншісі 4-5 шамасындағы 2 қызға кездері түсті. Пештің арт жағындағы бұрышқа 2 грейдерші жігіт жайғасыпты. Үйдегі аптечканы тауып алып, сау грейдерші үсіген грейдершіге білген емін жасап жатыр екен. Жан тапсырса да әзілдеп тапсыратын болуы керек. Серігінің қолы денесінің көз келген жеріне тиіп кетсе де Кенжетай, мама деудің орнына қасақана, папа деп айғайлап қояды. Осыларға қашан ес кірер екен? Үйді тап-тұйнақта етіп отыратын жасқа келдіңдер ғой деп теңге үйге сөйлей кірді. Көрпе салыңдар. Кісі келгенін көрмедіңдер ме? Бұларға айтпаса болмайды, өздері біліп істеу деген жоқ. Кішкентай 2 қыз аласа саңдық үстіне жиналған көрпелердің 3-еуін қолдасып көтеріп түсірді де, бірін төрге, 2-еуін 2 қабырғаға жанай төседі.
Кішкентайы пысық екен, қимылы ширақ, еңкейгенде бетін жауып кеткен қап-қара шашын ересек қыздай арық қолымен жоғары сілкіп қояды. Екеуі көрпелерді төсеп, міндеттерін мүлтіксіз атқарып бітті де, пеш жанындағы дәл баяғы орындарына қайта барып тұрды. Төртеуі ұл бала, үшеуі қыз деді. Теңге балалардың шашылған киімдерін жиып жатып, олардың екеуі оқуда, екеуі әкелерімен бірге жүр. Мына біреуіміз, әлгі екі қыздың үлкені, биыл біріншіге барып еді, каникулға келді де, жолда қар басып қайтып бара алмай қалды, еңді бүлдозер алып баратын болды. Сіздердің келгендеріңіз де тәуір болар ма? Теңге бульдозерді адам сияқты елестетіп сөйлейді екен. Ол бульдозер жайлы айтқанда тап бір оның өзі жүріп тұратындай, жүргізушісі жайлы есіне де алмайды. Қаратай осыны байқады да, әрі ақ көңіл әйелдің бұлардың неге келгенімен ісі жоқ. Әйтеуір келгендеріне қуаныш білдіріп жатқанына аздап жымиып қойды. Қонақтар көрпеге отырған соң Теңге. Ал София, Мәрия сопиып қарап тұрмай шай қойыңдар деді иегімен самауырын жақты меңзеп. Олар екі айттырмайлы бетіп дәлізге шығып кетті. Қыздарыңыздың аты орысша ма, қазақша ма деді, Қаратай Теңгеге күле қарап. Кім білсін соны деді. Теңге пеш үстіндегі үлкен қара қазанды ас дайындауға әзірлеп, ана миы ашқан шалдың қойып жүрген аттары ғой. Әліне қарамай ежелеп кітап оқып отырады да, сондағы әйелдердің аттарын қыздарына жапсыра береді. Біреуі есеп шығаратын, біреуі химия дейме, физика дейме, соны шығаратын екі қатын бопты дейді ғой. Ана алжыған шал екі қызына солардың атын таратып берген. Әні, анау қойдың кіріс-шығыс кітабының артына 10 шақты әлгіндей аттарды жазып қойған. Келесі қыздарына қоймақшы, ойы әлдеқайда жүгіріп барып қайтты да, Теңге мырс етіп күліп жіберді. Бір түйір ес болса сөйтеме. Үй ішіндегілер түгел күлді. Сол күлкі бойларын жадыратып, көңілдерін көтеріп кетті. Қазір ғана жұртты жадыратқан Теңге келесі сәтте қонақтардың миын шыңылдатып, темір қасықпен қазанның түбін қырнай бастады. Директор қабағын тыржитып отырды да. Ту, Теңге, тамақ ішпесек ішпей кетейік, тоқтатшы алдыңдағыны деп зекіді. Жақпай қалды ма деді Теңге қазанның арғы жағынан бұларға көз тастап, қазір далаға алып шығып қырайын. Біздің шал осыны жақсы көреді. Қолы бос, еріккен сәтінде, қазаның бос болса темір қасықпен қырнашы деп өтінеді, мен қырнаймын. Ол тыңдап жатады да, қорылдап ұйқыға кетеді. Үйде балалардың бірі қалмай қыр асып кетеді. Сіздің шалыңыз ерекше болды-ау деді Тұрғат кеңкілдей күліп, кешікті ғой, тезірек келсе екен. Былтыр көріп едің ғой, содан әлі өзгерген жоқ. Қазір кеп қалады. Өзгелерге сіз деп, бұған сен деп сөйлескені Тұрғаттың намысын қытықтап, сыздандырып кетті. Сәлден соң көптен сөз боп отырған Көлбай да келді. Есік ашылған кезде ішке әуелі бір қап аяз бу боп кірді. Араб ертегілеріндегідей бу тарқаған соң төр жаққа қарап тұрған Көлбайдың суық сорды қара қошқыл жүзі көрінді. Ол отырғандармен ернін ғана күбірлетіп амандасып шықты да, кісі келгендегі үйреншікті орны болу керек. Араға бірнеше адамды орын қалдырып, төменгі жаққа барып жайғасты. Жағдайдың мәз емес екені түтіккен жүзінен, қонақтарға тайғақтап, тура қарай алмай отырған солғын жанарынан басшылар анық байқалады. Шығын қанша деді, Қаратай қысқа амандық саулық сұрасқан соң төтесіне көшіп. 40 еді, жаңа бесеуі тағы қатып қалды деді ол қабағы жазылмай, бәрі үнсіз қалды. Себебі не? Қаратайдың сұрағы директордың көптен мазасын алып отырған сұрақ еді. Көлбайдың қалай жауап берерін іштей дірілдей күтіп, ол есік жаққа қарап қойды. Себеп деген көп қой. Қайсы бірін айтасың? Бастылары қайсы? Көлбай көпке дейін кібіртіктеп сөйлей алмады. Бар себебін айтса, мына алдында отырған директорды аудан басшысының алдында жығып беретінін, сөйтіп, оны өзіне қырғи қабақ етіп алатынын, және бар кінәні біреуге жаба салғандай боп көрінерін сөзді. Сөйтсе де, бірінші хатшы жауап күтіп үнсіз отырғасын амалсыздан. Биылғы мал ары. Оның үстіне қойлар тым кеш қырқылды деді, сөзінің ар жағын көмейінде қалдырып. Оған өзіңіз кінәлісіз деді Қаратай, тағы не себеп бар? Кінәнің бәрін өз мойныма ала салсам қайтеді. Мал соңында өлген қазақ емес пе едік, көп болса отырып шығармын. Оның жауабынан неден де болса тайындырмайтын ызадан гөрі, себебін түсіндіре алмас бір жағдайлардың бар екенін, шаруашылық жайын көптен білетін Қаратайдың іші сөзгендей болды. Басқа себеп жоқ болса отырасыз деді Қаратай, ал бұған қалай қарар екен деп салқын, жайбарақат тіл қатып, бірақ жоқ малдың орнын өтеп барып отырасыз, тура барып отыра салам деп ойламаңыз. Иә, түрмеге отыруда оңай емес деңіз.
Дұрыс қой, 17 жыл жалаң аяқ жар кешіп, қызыл аяқ қар кешіп, дүниенің өзге қызығын ұмытып, мал соңында салпақтайын. Соңында бала-шағам жүрсін тоз-тоз боп, жабайы боп, сонан соң мен түрмеге жабылайын. Бәрі қорқытуға шебер. Ол қазан жанында күйеуіне үрейлене қарап тұрған әйелін байқаса да сөзін тоқтатпай, жылт-жылт жанып жатқан пеш ішіндегі оттан көз алмай айта берді. Сол 45 малды биылғы сыйлыққа алған малымнан өтейін. Сонан соң отарларыңызды жинап алыңыздар. Мен де ел қатарлы орталыққа барып, тыныш өмір сүргім келеді. Не үшін десеңші-ау, не үшін жүрмін бөрінің мекені болған қу далада. 4 ай қыста 2 аяқты адам көрсек жүрегіміз жарыла жаздап қуанамыз. Еститініміз ұрыс пен түрме деген сөз болғандықтан қуанамыз ба? Соттасаңыздар, соттаңыздаршы, кетейін, әтесіне нәлет, бүйткен тірліктің, ол асындағы бөстектің сипалап отырған жүнін тартып қалғанда жұлынып кетіп еді. Оны пештің астыңғы жағындағы шоққа лақтырып жіберді. Көлбай, не болған саған, боқтамай сөйле, деді директор қызып кеткен оны тәртіпке шақырып. Көлбай оқыс басын көтеріп, оған жалт қарады. Ашу буып, қас пен көздің арасында көз құйрықтары қызарып, қан талап кетіпті. Совхоз директоры оның мына жанарынан тайқып, сескеніп қалды. Боқтаса несі бар? Оны да халық қажет болған соң ойлап тапқан шығар, деді. Көлбайдың ызасы әлі де қайта қоймай, өмірімде мұндайды көрген жоқ едім. 45 мал арам өлгенде бір боқтаса адам түгілі Құдайда кешірер. Сыпайы бол дейді ғой маған. Күйіп бара жатсаң қалай сыпайы боласың? Ақыры жеттік, жеткіздіңіздер осы халге. Директордың ашуы қозды. Аудан басшысының алдында бар кінә өзіне жүктелгелі тұрғанын алдын ала сөзе қойып, оған тіктей қарады. Айт қане. Осы кісінің алдында айт. Малыңның арық боп бос қырауға қырылып жатқан үшін, маған қояр қандай кінәң бар? Директор жантайып жатқан жерінен басын көтеріп, оған тек әділдік талап еткен адамның кейпімен батыл қарады. Жазғы жайылым көзінде маған соры шығып жатқан жерді бердіңдер ме? Бердіңдер, малдың семізін етке айдадыңдар ма? Айдадыңдар, басқа отарға ауыстырдыңдар. Ол неге қажет болды? Қора дайын деп едіңдер, келген соң үй ішімізбен өзіміздің жабылып жүріп салғанымыз рас па? Рас. 10 машина жем түсірудің орнына 2 машина түсірілді ме? Түсірілді. Бізге деп жинаған мая мекеден алыс екені тағы рас. Трактор береміз деген сөз өтірік боп шықты ма? Өтірік болып шықты. Күзден бері трактор көріп отырғаным осы, ол да райком келген соң жол салғалы келді. Енді не себеп керек? Бұдан соң мал қырылудың орнына егізден қозы табу керек береді. Тірі қалғаны іш тастайды. Бұл айғайдың алды, айғайдың көкесі көктемде болады. Жүзінен 50 қозы өрсе де қуанармыз. Көлбай сөзін бітіріп, енді несіне кіналайсыңдар дегендей мойнын есік жаққа бұрғанда, Қаратай сұраулы пішінде директорға, онан соң сен не қарап жүредің? Дегендей Тұрғатқа көз тастады. Табан астында бұл сауалдардың бәріне жауап таба алмай, екеуі де қипалақтап қалды. Өз басын бәлеге шатыстырғысы келмеген Тұрғат, директормен шаруашылықты аралап өткенін, кемшіліктерді атап көрсеткенін, алыста болған соң әрбір тапсырманың орындалуын телефонмен ғана қадағалай алатынын айтып ақтала бастады. Мұның бәріне қанағаттанбаған Қаратай, болды дегендей қабағын тыржитқан соң, ол да сөз аяғын жұтып, таңданған пішінмен басын шайқап барып, үнсіз қалды. Қаратай малдың қырылуында жалғыз шопанның ғана емес, совхоз басшыларының да кінәсі мол екенін, сол себептердің бәрін қазір аша алмасын. Ауданға барған соң шаруашылықтары салақсынып кеткен совхоз директорларын шақырып, ашық сөйлесу керек екенін түсінді. Сондықтан онсыз да берекесі қашып, пұшайман жеп отырған Шопан байғұстың үйінде ашу шақырып, талдау жасап жатуды орынсыз тапты. Ең бастысы, ол малшының ашынған сәттегі сөзін естіді. Бір шындыққа апарар күдікті жіптің ұшынан ұстады. Қалғанына көз жеткізу енді қиындық тудырмайды. Өзі келгенге шейін қыстау жаққа қатынау бұлай тұрсын, тіпті жолдың да түспеуі оған көп сырды аңғартып кетті. 45 қойға орталықтан бері қарай жол салып алдық. Есептеп келгенде, құны соған шамалап қалатында шығар, деді. Әлден соң Келбай тағы шатақ әңгіме бастап қалған 8 машина жемді жеткізіп беріңдер. Жеткіземіз, деді директор әңгіменің шым-шымдап жили бастағанына қуанып, барған соң кінәлі кім екенін де табамыз. Жем түгел жеткізілді деп естігем. Мына қырылған малды не істейміз, актілейміз бе? Ол сәл ғана мойын бұрып, директорға қиғаш қарады. Көреміз, барған соң бас мал дәрігермен ақылдасамыз. Өлетіні өліп болды ма? Жоқ. Жаңағы санға тағы қосылатын түрі бар ма? Кім білген?
Қораны жөндеп, ат арба мен 3-4 шөп түсіріп алған болдық. Енді өріске шықпаймыз ғой. Әңгіме ушығып барып, бір қалыпты арнаға түскендей болған соң теңгенің де қабағы ашылып, ортаға дастархан жайды. Алды 9-да, соңы 4-5-тердегі қыздар да шешелеріне көмек беріп, дамыл көрмей жүр. Самауыр келіп, шай құйыла бастаған кезде даладан абыр-сабыр дауыстар естіліп, Володя кіріп келді. Қолындағы үлкен тегеште үйтілген қойдың бас сирағы мен ішек қарны бар. Жеңеше, мынаны қайда қояйын деді ол осы үйдің бір баласындай шаруақор дауыспен. Жер құрып қалғандай қайда қояйын дегені несі деді теңге жекіп, сөйтіп ұстада тұр. Теңгенің бұл жекуінде кісіні жатсынбайтын өзімсінгендік жатқанын білген Володя тегешті ошақ жандағы шағын столға қоя салып, шайға отырды. Кереке, сонымен жоқ малдың санын үйтіп жүріп, 46-ға жеткізесіз бе деді, Қаратай теңгенің қазанға бас салып жатқанына күлімсірей қарап отырып. Жоқ, сол цифр күйінше қалады. Бұл өз малым, өкіметтің малы шетінен ақ мәліш, менікі қазақы қара ғой. Еті сасық ақ мәлішті сізге сойып не көрініпті? Япырай-ай, тым асығыс едік. Тағы да аралайтын отарларымыз бар, бекер әуре боп жатырсыздар-ау деп Қаратай қиналып еді, үй иесі бой бермей қойды. Сізге бұйырған мал екен, дәм татып кетіңіз. Біздің үйге жолыңыз түсе бермес, ол кеңкілдеп күліп алды да, менің де малым жыл сайын қырыла бермес деп қосып қойды. Оның бұл сөзіне отырғандар де гуілдеп көңілді күйге түсіп қалды. Ел іші жақсы ғой деді Қаратай, айтарын бар ма? Бәрін көтереді, көндігеді, ұрысады, сөгеді, ашуланады, керек болса боқтап та жібереді, бетіңді көрместей боп кетеді. Соның бәрінің соңында кешірім жататын қайран халқым-ай. Кеңсіңдер ғой. Кейде тілдейміз, қорқытамыз, түрмеге жабам деп те қоқан-лоққы жасаймыз. Заң талап етсе солай етеміз де. Жұмыс бабы, ел қамы, олай етпесек тағы болмайды. Бәріміз де қара басымыз үшін жүрміз бе, менің де үй бетін көрмей, әйел баламмен сөйлеспей жүргеніме не себеп? Өкімет артқан сенім. Сенімнің үлкен кішісі тағы жоқ, ақтауым керек. Ол төменгі жақта шай ішіп отырған үй иесі Көлбайды бұрында көрген. Бір ренжісе осы адам ренжір еді, кісі емес екенсің деп сырт айналуына да қақысы бар. Жоқ, олай етпеді, қойын сойып, қолын қусырып, бұрынғы ренішінен із де қалмай қазақы, дархан мінез танытып отыр. Мені көрген жерден сырт айналса не істер едім, шынында не істеймін? Алдындағы бір отар қойын тартып алармын, сол болар ма еді бар тындырғаным, бір отар қой оған басқа ауданнан да табылады. Сол жақта жұртпен тіл табысып, жақсы істеп кетсе, алыстағымен қызармаймын ба? Алдыңғы жылы інісі сотты болып, Көлбай мұның алдына бірнеше рет келген. Інісі 2-3 жігітпен қосылып кешқұрым көрші совхоздағы студент қыздарға бармақ болады. Бидай орақтың қайнаған көзі. Мұның бортында 1 тоннаға жетер-жетпес бидай қалыпты. Оны да өзіне бекітілген комбайн сынып қалған соң бір айналып келермін. Қырманға 1 тонна бидайға бола несіне барам деп жігіттерді жеткізіп салуға уәде береді. Жігіттерді қыздар жатақханасының алдына түсіріп, жұмыс біткен соң қайтып келуге уәде беріп, аңызға қайта кетеді. Жолда мұны учаскелік милиция ұстап алып, бортындағы бидайды көреді де, акт жаза бастайды. Байғұс бала жағдайын қанша айтып түсіндірсе де, ана қырсық көнбей қояды. Ақыры ісі сотқа түсіп, мұны 1 жылға бас бостандығынан айыру қаупі төнеді. Сол кезде Көлбай Қаратайға өлердегі сөзін айтып талай кебе. Заңнан аттап кете алмаймын, әділ жазасын алсын деп ақырғы рет оны кабинеттен қуып шыққандай болып еді. Ел сөзіне, тіпті аудандық прокурордың пікіріне қарағанда жігіт текке кеткен секілді, оның астықты ұрлап бара жатпағанын шынында ешкім білмейді. Және орақ көзінде мұндай жаза қолдану басқа жердегі сұғанақ қолдардың тиылуына себебін де тигізеді. Қысқасын айтқанда, Көлбайдың інісі басқаларға тоқтау салу үшін мысал ретінде кетті. Қаратай сол кезде іске араласқанда аудандық сот, әрине, мұны тыңдайтын еді. Кейіннен өкініп қалды. Сол қаталдық үшін, жалбарынып сұрағанда, қол ұшын бермеген үшін осында келе жатқанда да өз-өзінен қысылып келді. Сол оқиғаның бәрін ұмытқандай Көлбайдың қазіргі жалпақ көңіл, жайылма суат мінезі Қаратайға кеңдік пен кешірімдікті үйретіп кеткендей болды, және оның бойынан аудан басшысы болған соң ғана кешірім, кеңдікке салынып отыру емес, табиғи тазалық, табиғи адамшылық жатқаны байқалады.
Қаратай шай үстінде де, қазанға салынған ет піскенше малдың қора, қопсын, жемшебі мен барлық жағдайын көрмек боп аралап жүргенде де Көлбайдан сол інісінің жайын сұрамақ боп әлденеше рет тоқталды, бірақ ескі ренішті қайта қоздырғысы келмей, бәрінде де өзін-өзі тежеп қала берді. 2 сағаттан соң олар Шопан үйімен қоштасты. Сау грейдерші үсіген, грейдершіні күні бойы әуеніне төңкеріліп жүріп бетін бері қаратқан. Аяғына жан кірді деп ет үстінде бәрі қуанған. Сол қуанған бойда оны көрпеге қалың орап, серігі өз грейдеріне салып, бұлардан әлдеқайда бұрын жүріп кеткен. Жүрер алдында ол Қаратаймен қоштасып тұрып, бір өзіңіз 2 адам екенсіз деді. Жүрегіңізде ақын, көзіңізде ақыл жатыр. Батыл айтқаныма кешіріңіз. Сау болыңыз деген. Не оттап тұрсың, бар жөніңе деп директор зекіп еді. Қаратай оны көзбен тоқтатып, жігітпен жылы қоштасты. Қаратай Көлбайдың каникулға кеп мектебіне қайтып жете алмай қалған кішкентай қызын машинамен орталыққа алып кетті. Қоштасарда Көлбайдың үй іші түгел далаға шықты. Әпкесі алыс сапарға аттанып бара жатқанда ең кенже қызы ебіл-дебіл боп жылады. Сәлден соң айдаладағы Шопан үйі қарлы боранның ішіне араласып кезден ғайып болды. Қаратайдың кеудесіне ерекше бір қимас мұң орнаған сияқты. Оның не екенін, неге байланысты екенін әзірге анық біле алмады. Ол келесі отарға жеткенше қасындағыларға ләм деп тіл қатқан жоқ. Қаратай үйіне түн жарымы ауа жетті. Әйелі есік ашып оның киімін шешті. Әдеттегісінше кімдердің телефон соққанын, не жаңалық болғанын қысқа ғана айтып шықты. Ол бір кесе шұбат ішті де, ұйықтап жатқан балаларының маңдайынан иіскеп төсегіне қисайды. Көзін қанша жұмса да ұйқысы келмей қойды. Бүгінгі оқиғаның бәрі бір-бірлеп елестеумен болды. Қанша дегенмен ел арысын жасап жатқан солар ғой, қайран жаны таза жандар ай деді ішінен. Сонау бір қиянда ақ түтек боранның астында жалғыз үй қалды. 17 жыл бойы осылай боп келеді, табиғаттың ыстық суығымен араласып келеді. Балалары да ерте пысыған, ересек адамдардай, біздің балалармен салыстырудың өзі ағаттық. Олардың бала болуы керек еді ғой, ол қасиеттері қайда? Жаздың аптабы мен қыстың бораны ұрлап кеткен бе? Кездері қандай ойлы, сөздері қандай мағыналы. Даланың табиғатындай таза жүрек, таза көңіл. Не айтсам соған сенетін, қалай бұрсаң солай кететін аңқау көңіл. Жоқ, аңқаулық емес, тағы да сол тазалықтан, иә тазалықтан. Балалық тазалықтан емес, табиғи тазалықтан. Әке шешесі де солай. Көңілі түссе қиналып отырып, ердің құнын кешуге бар. 17 жыл бойы мал жайы болмаса, өз жайын айтып ешкімнің алдына бармапты. Қара үзіп алға шықпаса да, қолынан келгенінше адал жұмыс істеп келеді. Кейбіреулер сияқты көзге көлгірсей, жалған әрекеттен аулақ. Адамның болмасын, оны қандай тірлікке бейімі барын кезден тануға болады ғой. Адамның бірінші жауы екі көзі, ол бәрін айтып тұрады, тек оқи білу керек. Көлбай мен Теңгенің көзінде бірақ нәрсе жоқ, ол арамдық. Сол қасиет балаларына көшкен, сол қасиет оларға мирас боп қалады. Қызық-ау, сол қасиеттің қайнар көзі, Көлбайды жазаға тарту, түрмен айтып, ол ызалы түрде мырс етті, қорқыту, жанын тасту. Не үшін? 17 жыл адал еңбек еткен үшін бе? 45 қой үшін жазаға тартылмақ па? 17 жыл адал еңбектің құны 45 қой болмақ па? Сол жылдардың ішінде ол өсірген мал қанша мың болды. Оны неге ескермейміз? Ол сағатына қарады. Түнгі 2 бопты, енді 5 сағаттан соң тұру керек. Қаратай көзін қайта жұмды. Жетер, енді ұйықтамаса болмайды, ертең жұмыс. Қызық-ау, ойланып жатуға да уақыт жоқ. Күнде осылай. Бір сәт грейдерші жігіт есіне түсті. Ақын, ақыл, менің ойыма келмейтін сөздер. Маған айтылғандығынан емес, сөзді тере білуін айтам. Есті жігіт болуы керек. Мұндай мінездің адамдары жаман болуы мүмкін емес. Директор оған неге зекіді? Ол неге бәріне зеки? Ол не, сол совхоздың орта ғасырлық қожайыны ма? Оның көзінше көп жайлар айтылдау. Ұзата бермей мән жайды тез анықтау керек. Басқа отарларда да жағдай осындай боп шықты. Иә, созбау керек. Әйтпесе, шаруа жайы оңалмастай боп құлдырағалы тұр. Оның есіне кенет грейдерші жігіттің қалтасындағы кітап түсті. Бағиланың таудағы сұрағы оралды, онан Сәргелдің хаты. Оның да тұспалдап айтып отырғаны осы жазушы болмасын. Бағила бұл жігіт жайлы маған неге айтты? Тек купеден қуып шыққанымызды еске салу үшін бе? Тек сол үшін ғана ма?
Шатасқан бір дүние. Не ойлап жатырсың, деді әйелі оның әлі ұйықтамағанын сөзіп. Жай, деді Қаратай түнгі шамды сөндіріп, Алматыға барып қайту керек қой деймін. Не, партактив пе? Қаратай мырс ете түсті. Иә, соған ұқсас. Семиялық актив. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 11-ші бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.